Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін жаңа серия. Бұл жаңа серияда енді бірден Марк 2, яғни біздің сәбіз өте керемет жағдайға келіп тұр. Экранға назарыңыздар. Достар, қазір біздің Маркке бара жатырмыз. Жұмыс толығымен басталып кеткен. Енді оған бүгін негізі обвес табамыз деп ойлаған едік. Дәл бізге қажеттісі қазір жоқ. Енді бүгін сенбі, енді ертең жексенбі тағы бір іздеп көреміз. Енді ол міндетті түрде ендігі серияға кететін болады. Жалпы Марк 2 100-ші кузов көліктің енді қалай айтсам болады, жалпы жақсы көлік, но мен қазір толық бір рахаттанып айдап көрген жоқпын. Бірақ сонда да бір кішігірім болсын, бір ой қалыптастырдым өзіме осы көлік бойынша. Бұл көліктің кішкене ерекшеліктері бар екен. Жаңағы саймандарының бағасы бойынша саймандары енді кішкене қымбат тұрады екен, брат. Қымбаттау келеді екен. Басқа машиналармен салыстырғанда қымбаттау. И тек қана привозной дейді ғой, жаңа шетелден алып келгенін ғана алады кесін. Жаңа түрінде жоқ екен. Көп заты жаңа түрінде жоқ. Жаңа түрінде болғанда да ол тек Қытай болады. Оны білесіздер, алудың қажетті жоқ Қытай дегеннің. Оның үстіне ол келсе, көбіне сондай екен. Тек жаңағы разборлардан разборларға барып, сондай запчастьны іздейсің. Қазір бізде проблема, дәл қазір бізде проблема, ол тормоз жағынан. Жаңағы менің алған көлігім зерттеп, ғаламторды зерттеп қарасам, Марктың ішіндегі Grand G деген комплектациясында екен. Ол анау Tourer V, Tourer S деген комплектацияларынан да жоғары тұратын екен. Бұның ерекшелігі жаңа комплектациялар енді жақсы, ішінде көп заты бар. Енді оны талқыламай қойын, оның енді интернеттен көріп біле аласыздар. Бұл жерде мендегі Марктың ерекшелігі, менде жаңағы электронный тормоздар дейді, электронный. Енді нақты қалай айтсам болады, GTC дейді біреулер, жаңа вакуумный дейді, вакуум жоқ. Бәрі электронды түрде тормоз. Сол жерде жаңағы ABS бар, VCK дейді, антизанос, бәрі сол жерде бір жерде тұрады екен. Енді осының мәселесі енді мен қазір қатты толғандырып, не істеу керек, не қылу керек, енді бірнеше вариант шығып жатыр, толығымен оны алып тастап, жай ғана вакуум қою. Ол кезде ABS істемейді, антизанос деген нәрселер істемей қалады екен. Сол енді қазір сол сайманын іздеп жатырмын, ол жоқ. Тапқанда бір-ақ жерден таптым, оның бағасы 200 000 теңге сұрап тұр. 185-ке береміз деп қояды. Негізінде былай жалпы сұрастырып қарасам, негізі 50-60 мыңның тұратын зат екен. Бірақ тапсаң, табу өте қиын екен оны. Сондықтан да әзір іздеп жатырмыз. Жалпы уақыт жоғалтпай біз сыртқы жағын бояуға беріп қойғанбыз. Жаңа толық кузовын бояуға тапсырып қойдық. Ерекең онымен айналысып жатыр. Енді қазір соны сіздерге көрсетіп жібереміз. Болды. Әзір болды. Сен безесің. Айтсайшы енді. Снято. Болды. Түсірді. Өшірді. Үндемей тұрасың, бетін вообще болды етпейді. Саған қашан үйретем мен, а? Болды. Аузын ғана жыбырлайды. Болды. Ерекеңдікіне келдік қыз. Көлік қандай жағдайға жеткенін көрсететін боламыз. Ерке үйде шықты. Ей, не жақта тұр ғой Марк? Диски. Кетік ерекеңе барып көрейік. Ереке, ассалаумағалейкум. Не, бамперларға кірісіп отырсыз ба? Міне бамперлар істеп отыр уже ерекең. Мына жер линиясын серебристі қоясыз ғой ереке, е? Ана не еді, хром бе еді? Жоқ, қай бір болмайды. Қайса? Жоқ, мынау линияны. Линияны үйтіп ұрмайсыз ба? Алдында сіз айтқан едіңіз ғой. Бір боя жіберем деп. Хром дедіңіз ба? Бір цветке бір не алып жіберем дедіңіз ғой. Или ол келмей қалады ма? Жұмыс етті. Мына бір келмейді ма ондайға, келтіре аласыз ба? Bir zat емес, каждый бамперлер бар. Мыналар, мынаны қараң, астын қарасаңшы ереке. Астында қалған көрдіңіз ба?
Серебряный. Молдинг жапсырашал серебряный. Молдинг бар ма не ондай? Ондай таппайсың аған. Ондай таппайсың. Ондай. Ну, бамперді шкурка жасап отыр екен қаз. Ол сонысымен ерекшеленіп тұрады да бампер ереке. Подожди, ты обвес будешь делать... это верхний? Мына жерге жапсады ғой обвес. Я тебе советую молдинг не красить серебристый. У тебя же будет другой тон. Коричневый. Да. Бірге обвес когда сделаешь. Я обвес уже керек сияқты ғой. Жоқ, мынаумен бірге серебристый өтетін деп тұр. Мынау ақ, мынау серебристый. Ана суретте көрдіңіз ғой ереке жақсылап, иә? Бірдей тұр ғой. Бірдей тұр ма? Жылсыр болса же детский өтетін. Порнография болады мысалы. Бір свет. Бір цвет дейсіз бе? Қардың мен? Бояған, бұрынғы бояғаны ма? Бәтіштін шығарған ба? Сонда ешқандай шешпей боя берген ба сыртынан? Анда жаңа нені дедіңіз ғой, капоттағы су шашатынына дейін үстінен боя жерген ба? Шешпей. Оны алып отқанда білдік негізі сөйтіп айтқан. Көп затын әйтеуір боясаған. Ерекеңе біраз жұмыс қалып жатыр енді. Бәрін бөлшектеп қойған, қазір шкуркасын жасап жатыр. Құдай қаласа, негізі ерекеңнің қолынан шыққан көлік ол жаман болмайды. Ерекеңіз тиянақты жақсылап жасайтын жігіт қой. Мына жерде қазір бамперді істеп жатыр. Бамперден төмен қарай обвес болады, мынандай кішкентай, мына жерінде бөлініп. Оны сүйретін қойған, қазір примерно көрсетсем қандай болатынын. Солар болады. Мына полностью молдингтарын шешіп салған ерекең тазалап жатыр жақсылап. Құдай қаласа, енді керемет жағдайда болады енді. Ереке кузовтың өзін уже не шашып қойсыз ба, грунттап қойсыз ба? Көруге болады ма? Бір көре салсақ сыртынан бір толық ашып қойыңыз, бет жағын ба? Сырты да. Мына кузов уже дайын. Ана уже сіз грунттап қойдыз, иә? Грунт шашып қойдыз. Ереке алдында мен попросить еткен жерді істеп тастадық қой, иә? Мына достар, мына жерде естеріңде болса, мына жерден, иә, осы жерден кесілген болатын. Мына ерекең қазір вообще білінбейтін деген істеп қойды. Мына осы жерден ноускат кесілген. Сквозной болт не алып жүрген дейсіз ба? Енді барынша қисық қолмен жасаған ғой, ереке? Енді сізге баратын білген қоймасына. Бәбір ерекең әрден жақсылап істей салады ғой деп. Қасына жерде, мәні. Сонда да қазір қайда жақсы болып тұр ғой? Қазір сіз істеген, қазір жөндегеніңіздің өзі қайда жақсы болып тұр ғой? Еркес, білесіз ғой, мынау не үшін айқайлап тұр? Пружина ғой, Ставка бар ма екен? Ставка көрмейді. Ставканы оны көрмедік, мынау бірақ шынымен алды деген кәдімгі көтеріліп тұр. Пружинасын дейсіз бе, или өзінің родной пружинасы тұрған жоқ па? Ереке, капотты аша аламыз ба? Ашық тұр ма? Шаш жерес қоя, Ереке? Аппақ осында әдем болады ғой. Бәрін кеткен жігіт. Может, не красить делать, да, Ереке? Родной светтер осылай болған ғой. Капоты өзіндікі болмаса да, японский деген сөз. Негізі Toyotалар осындай немен грунттен келеді. Грунт шашылған болып па? Бұл жерде не бар, Ереке? Резинкасын дейін. Резинкасын үстіне шашып жүрген еді ғой? Ерекең толық тазалап, қап-қара резина өзінің жағдайында келтірген. Бұның бәрі, Ереке, бұның бәрі бағаланады ғой, сіздің еңбегіңіз. Құдай қаласа. Жалпы осы достар. Қазірге енді Ереке бір 50% бар ма біткен жұмыс?
50%-дан да асып қалды ғой, иә? 50%, иә? Нақты 50% жұмысы бітіп тұр. Өтір келесі күні біз өзіміздің іздеген жаңағы Авестардың бәрін таптық. Енді бағасы 60 000 теңге екен. Толығымен алды, 2 порогы және артыңғы бамперге. Оны Ерекеңе інім әкеліп тастады. Біраз жұмысы басталған. Міне біздің Авестар інім жеткізіп тастаған. Осында Авестар қойылатын болады. Мынау артқы бамперіне, мынау порогтарына. Мынандай Авестар. Көрдіңіздер ме? Енді мынадан кейін енді вообще күшті болатын жері. Алдыңғы Авесі келмей қалды деді, алдыңғы бамперге. Енді соны көреміз. Жалпы мына есікте міне мынандай шпаклевка, аз-маз жағылған, қазір шкуркасы жасалып, бәрі дайын тұр. Негізі бұны Ерекең екінші рет бояп жатыр. Өйткені бірінші бояғанда 1-2 жерлері косяк шықты деді. Жаңа дұрыс болмай қалды деді. Енді 3 слойды краскаға бояу өте қиын. Оны негізі ол жұмысты да бағалау керек, ол пенетті де бағалау керек. Ол өте оңай емес. Сондықтан да 3 слой болған соң, кузовта толық крышасы бәрі бірге боялады. Өзім айтқандай, 2 түсті болады, бұйыртса, оны көрсететін боламын. Әлі Құдай қаласа 1-2 күнде көлік уже толығымен бітетін болады. Әзірге осындай жағдайда. Бүгін толық кузовты бояйды. Бүгін бояйды. Түнімен бояп, ертеңге кептірге қойып қоямын деген. Достар, айтпақшы, дисктерін айтамын. Сіздерге қалай? Маған өте қатты ұнады. 17-лік Воссын. Енді шинасының өзі жаңа. Маған алған кезде алдыңғы иесі айтқан дискісі мен шинасын жаңадан қойғам деп. 300 000 кетті деді ма? Сондай деді. Енді қараңызда қысқа тұр. Енді Құдай қаласа күн жылың ерсін. Оған дейін сат жүрмесем, жаңа осы летнейін салатын болам. 235, 45, 17 тұр. Біздің қозғалтқыш жинап қойған енді. Жан-жағын покраскаға дайындап. Алдыңғы темір бәрі боялатын болады. Бәр жер. Капотты сыртынан да ішінен де бояды Ерекең. Бәрін дайындап. Ешқандай несі жоқ. Зазорын бәрі орында тұрады ертең. Бәрі тұрады. Жақын бәрі кетірді Ерекең. Мына жақындап көрсетшім. Алдында біз келген кезде мына жерге бұрынғы хозяин мына жерге. Енді бояған ғой кузовта. Сол кезде мына жерді де бояп тастаған ғой. Жаппаған да, мына жердің аппақ болып тұрған резинкалардың бәрі. Ерекең оны қазір тазалап, жақсылап істеп қойды. Сығын болмау үшін. Қалай болады? Мына жағын айдатап кеп тұр, ар жағын кішкене қинап, бағына келтіріп, кесіп, ыңғайлап көрсіз ба? Мынаны жауап көрсіз ба, Ерке? Мына жері ашық дегенім сізге. қысқан кезде қысылады. Қысылады ма? Бұны клей бірнесе қоясыз ба, иә? Мына достар, осылай. Жалпы осылай тұратын Авес. Алдыңғы Алдыңында осы тұрасың, алдыңға жақындамай. Сонда көрсек болды ма Ерекең? Артқы бампер дайын, иә? Не багажник? Бәрі дайын осылай. Достар, бұна Ерекең енді істеген жұмыстан кейін мына жерде не болады? Хром цвет болады. Осыған дейін мына жерін жауып тұрып, әдемілі хром цветіне дейін бояп қойды. Қалай біз? Үстіне тұру керек қой не? Жоқ, Ерке. Сіз керісінше ұстап отырсыз ғой. Теріс ұстап жүрсіз ғой? Мына былай. Былай да көрдім, үстіне шығар. Екі жаққа да көрдім, жатпайды. Жетпейді Ерке. Жетпейді. Мынау сырып тастадым ғой мен әлі. Өзіңіз.
Senin canın. Sinecek jattı, sinecek. Men sırып аламын деп атырмын Ереке. Жатты Ереке, нормально. Жадап көрдүң, келе Иә, калды. келе Өзүңдү келе калат. Өзі келіп тұр. Өзүңдү эмес. Өздерің көргендей достар, алдыңғы обвес келмеді. Енді оны жаңағы біз алған жерге алып барып алмастыратын болдық. Достар, бүгін қазір жаңағы бізге обвес деп берген жігіттерге келдік. Мынау қазір көрсетемін. Мынау алдыңғы обвес біздің көлікте тұрған бампер рестайлдық екен. Мынау болса до рестайлға тағылатын алдыңғы обвес қой. Қазір енді осыны мына жерден рестайлға ауыстырып алып кететін боламыз. Осыны алып келдік қазір. Достар, мына жерде енді бампердің барлық түрі жасалады екен. Мына жерде мына Мерседестің бампері. Енді көп жасалатқан цехтары. Шыны керек достар, мына негізі мына бизнес менің нем болатын. Осындай істесем деген бір арманым болатын. Бірақ оны да алыс емес. Ертең мүмкін болашақта осындай бизнеспен айналысатын боламын. Өйткені ұнайды. Мынаны енді бұны істеу қиын, бірақ істеуге болады. Қырсысам. Қазір біздікі дайын екен, анан кішкене шет-шеттерін кішкене жонып, ретке келтіріп беретін болады, соны Ерекеге апарып береміз. Енді тегін реклама болсын жігіттерге. Свободная 143 и дроп 3 я, по-моему. Жалпы OLX-тан тапқам негізін аларда. OLX-тан да іздесеңіздер, жалпы осылардың ғана нелер, объявлениялар шығады. Осыларға заказ беріп осындай. Енді өздеріңе бір ұнаған көрген болсаңдар. Достар, шынымды айтсам, мына қазіргі біз алып жатқан, ауыстырып жатқан не обвес әдемірек. Өздеріңіз көріңдер. Мынау әдемірек сияқты меніңше. Жаңа біз бұдан алдыңғысы до рестайл еді, мынау рестайлдікі. Мына әдемірек күшті көрінеді екен. Маған ұнады енді. Қой салам вообще. Салсын. Üstüne çıkar sırada. Bırak bir de cartla ileri. Cata mı? Salak kaptır. Bu da var sürekli. Onun oruna geldi o. Dostlar, onun oruna geldi. O servise geldi. Üstüne giyilip oruna kelip turdu. Aman, endi ko'ribdi bo'lib. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Енді полностью жинаматсың да қазір. Жақсы. Міне достар, уже бояп бітіріп қойған. Түсін көрдіңдер ме қандай? 3 слойлы краска. Жылтырап тұр мына жерде. Құдай қалса енді не полировка беріп жүрсе керек, вообще тема болады міне. 2 түсті, өзім айтқандай. Міне, асты үсті басқа цветпен. Мына есігі күшті. Есік қалай болды Ереке? Айтпақшы. Жаңа бір есігіңіз шықпай жатыр. Осы есік па? Шықты ма, нормально ма? Мен мынау 3 слой вообще күшті екен ғой. Жылтырмен, несімен цветі. Тема мына. Достар, жарықтың өзін байқап тұрған шығарсыңдар, қалай идеально түскен. Күшті. Мына осындай болып тұр қазір. Керемет енді. Тема. Проемдармен боялды. Толығымен.
Блин. Вообще күшті енді. Цвет өзі тема болып тұр. Енді мусорлар бар бәрібірде. Бұл полировкадан кетеді. Қолға сезіледі кішкене. Бірақ полировкадан кететін болады бұйыртса. Полировкадан істейміз. Ана капот. Капот та күшті енді. Бәрі боялды. Капот достар. Үсті боялды. Сондай-ақ асты да боялды. Ас жағынан да боялды. Толығымен. Толық. О, порогын да бояп қойдысы. Мына достар, порог та боялып қойды. Екеуі осы түспен болады. Күшті енді. Орнына жақсылап отырғызады ерекең бұйыртса. Сонымен бітті болды. Тема. Күшті. Порогтың өзінде несі бар екеніне дұрыс жасалмаған керек, е? Кішкене. Енді құйылған нәрсе. Қолдан. Бірақ кузовтың өзі идеальный. Қатысы шпаклер жағы бәрі тексің ары беркасынан майыстыр. Қоясың сынып кетеді бәрі. Сынып кетеді дейсіз ба? Жаңа алдыңғы бамперге салынатын обвес ше? Солда кішкене не бар, косяктар бар екен. Толтырмасаңыз. Толтырдыңыз ба? Одан қат толтырамайсың. Толтырамайсыз дейсіз ба? Жалпы бірақ машина тема ерке. Блин, вообще на дискпен бірге. Диск тема кетті. Бір дискіні жарасып тұр деймін да. Қараңыз, міне достар, өздерің бір көр жерінен. Енді білмеймін, мына дискке кәдімгідей бір өзімен бірге толық жарасып тұрған сияқты. Мен ойлағандай шықты ерке. Мен ойлағандай осындай түсті, осындаймен өте әдемі көрінеді екен. Ішкі жақтары көрдіңіздер ме достар? Ішкі жақтарына дейін ерекең бояп тастады. Бояу жеткен жеріне дейін. Күшті. Енді осымен пока сериямыз бітеді. Ендігіде уже финишмен бірге көрсететін боламыз. Осы достар, енді міндетті түрде арнаға жазылып, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Міндетті түрде. Біз осымен аяқтаймыз. Осы жерде ендігі серия, құдай қаласа, финиш болады.